14-ші есеп. 5 санына кері сан мен -2 санына қарама-қарсы санды көбейткенде шығатын жауапты табыңыз. 5 санына кері сан дегеніміз ол 5 ол 1-ден 5. Ал осы санға кері ол 5-тен 1 болады. Ал қарама-қарсы деген ол таңбаға қатысты, яғни -2 болса, оған қарама-қарсы ол +2 болады. Енді бізге осы екі санның көбейтіндісін табу керек, яғни 5-тен 1-ді көбейтеміз 2-ге. Бұл 2-нің бөлімінде 1 бар, қысқаратын ештеңе жоқ, 5-тен 2 болады. Бірақ бізде нұсқалардың ішінде ондай жауап жоқ. Ендеше осы бөлшекті ондық бөлшекке айналдырып көрейік. Толықтауыш көбейткіш 2 болады, сонда 10-нан 4 болады. Ондық бөлшек түрінде жазсақ 0,4 болады. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.